Елбасының айқындап берген ұлт жоспарының 27-ші қадамы жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамытуға арналған. Әділет департаментінің мамандары осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарды саралады. Жиын барысында мемлекеттік сот орындаушыларын кезең-кезеңімен қысқарту арқылы жеке сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту турасында айтылды. Қазір облысымызда қызмет көрсетіп отырған 48 жеке сот орындаушы бар. Қызылорда облысында 58 мың атқа өндіріс болатын болса, соның 26 мыңы бүгін таңда аяқталып отыр. 44% құрайды. Жеке сот орындаушы барлық іс-әрекеттер жасап, осы атқа өндірістер бойынша ешқандай нәтиже бермеген жағдайда 5 айлық көрсеткіш айлық есебінде жеке сот орындаушы мемлекет тарапынан төленіп отыр. Бүгінгі таңда мемлекеттік және жеке сот орындаушылар АйЗ-Ой базасы арқылы бірге жұмыс жасауда. Ол сот шешімдері мен басқа да атқарушылық құжаттардың уақытылы және дұрыс атқарылуына мүмкіндік береді. АйЗ-Ой бағдарламасының тиімділігі жеке сот орындаушылардың жұмысын, яғни уақытын қысқартып, жұмыс орында отырып, яғни база арқылы борышкердің жұмыс істейтін орнын, зейнетақысын алатындығы жөнінде, сонымен қатар борышкердің қандай да жылжитын және жылжымайтын мүлкі бары жоқтығы туралы мәліметтерді, қай банкте есепшоттары бары жөнінде мәліметтерді, толық мәліметті игере алады.